санның квадратын 1/2 көбейткіштің, ал кубын 1/3 көбейткіштің көбейтіндісі түрінде түсіну дейді. Ал мақсатымыз санның квадратын 1/2 көбейткіштің көбейтіндісі ретінде қолданады дейді. Амалдардың орындалу реті бойынша өрнек құрастыра алады. Психологиялық дайындық оқушылар. Қараймыз. Қандай сөз шықты? Әрқашан алға бүгінгі сабағына сенің қолыңнан бәрі келеді дейді. Топқа бөлініп келеміз, біреу-біреуден тыңдаймыз. Жылдам. Ал бөлініп алып па оқушылар? Өте жақсы. Ал дайын соя сабаққа? Ал үй жұмысын орындау дейді. Үй жұмысын сұраймыз оқушылар. Қараймыз. Теңдеу келгенде 100-дің x-дің айырмасына не болады деді? 35 пен 35 қосамыз 68-дің көбейтіндісіне. Неше болады? Есептейміз. 81 менен y-дің бөліндісі 69-дің бөліндісіне тең. 69-ның бөліндісі нешеге тең? 6, мынау неше болады бұнда? Неше екен? 9 екен. Біріншісі неше екен? 9 екен. Келесі жауабын тексереміз. Неше болады екен? 8 болады. Барлығымызда осылай болды ма? Өте жақсы балалар. Жарайсыңдар. Енді қараймыз. Сабағымызды бастау мақсатында 20-ның ширегі нешеге тең? 5 тең қарайсыңдар. 27-ның 3-тен 1 бөлігі 9. Өте тамаша. 45-дің 5-тен 1 бөлігі 9. Так, бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай екен? Санның квадраты. Дәптерімізді ашамыз барлығымыз. Күн жазылғанымыз. Бүгін қарашаның 11-і жазамыз. Көркем сан нешеге келдік? 259. Сандар көркем жазамыз оқушылар. Әдемі жазамыз оқушылар. Барлығымыз бірінші тапсырмаға қараймыз. Бұлай ретінде Талғат Астанадағы шахматшылар саябағына барды. Ол шахмат тақтасының шаршы пішінді болатынын білді. Яғни шахмат тақтасы қандай болады екен? Шаршы пішінді болады екен. Оған тақтадағы кіші шаршылардың санын анықтауға көмектесті. Яғни оқушылар міне шахмат тақтасы мінекей шаршы пішінді болады. Оның ішінде кіші шаршылар неше болатынын салатқа біз көмектесуіміз керек екен. Кім келеді? Осы жерде санайықшыдан барлығы келеді. Жылдамдықтан санаймыз. 1 қараң, көлденең де 8, төменен де 8 болды, я? Жалпы неше шаршы бар екен бұл жерде? Кіші шаршы 64. Оны қалай жардық біз? 8-ге 8-ді көбейткенде неше болады? 64 болады. Өте жақсы балалар. Өте жақсы отырамыз. Енді осыны былай санауға да болады, я? Мысалы, осыны түрінде санайтын
Біздің тақырыбымыз санның квадраты дейді. Яғни екі бірдей көбейткішті біз квадрат түрінде алуымызға болады. Оны біз былай жазамыз, міне, қараймыз. 8 мен 8-дің көбейткішін 8-дің квадраты деп алуымызға болады. 8-дің квадраты. Яғни 8-дің квадраты дегеніміз 8-ді 8-ге көбейт деген сөз. 8-ді 8-ге көбейтсек бізде неше болады? 64. Олай болса 8-дің квадраты 64-ке тимек екен. Оқушылар, міне, бүгінгі біздің тақырыбымыз санның квадратын үйрену. Қараймыз. Так, қосылғыштарды қана 8 неше рет қостық дедік? 8. Санаймыз, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді бұл қосылғыштарды, бірдей қосылғыштарды біз көбейткішке алмастырамыз, яғни. Неше мен неше дедік? 8 мен 8-дің көбейтіндісі дедік. Ал 8 мен 8-дің көбейтіндісін біз неге ауыстырамыз дедік? Квадратына, яғни 8-дің квадратына ауыстырамыз. Сол кезде кіші шаршылар неше болды? 64 болды. Ал екінші тапсырма, жеке жұмыс бұл жерде яшық таңдау әдісі оқушылар. Номері екінші есеп. Номері екінші есеп. Бұл жерде яшық таңдаймыз оқушылар. Яшықтан бізде неше яшық берген? 11 яшық берген. Бірінші яшық кім? Кел ол. Кәусар. Қандаймыз неше яшық айта олма? Өзім таңда. Бас 9 бес. Нешемін? 7 мен 7. Келесі. Ал. Бір яшық алдаймыз. Отыр. Өте жақсы. Так, бұл жерде бағаланады оқушылар. 1 балл. 1 балл белгілеп аламын. Бас. Қандай сан шықты? 64. Кел. 64 тең. Кел. 6 мен 6 дейді, я? 36, 6 мен 6 дейді. 9. 3 пен 3 көбейтіндісі. Неше мен неше? 2 мен. Иә, неше? 8 мен 8. 2 мен 8. 2 16 болады, дұрыс, бірақ біз не істеу керек еді? Бірдей көбейткіштерге ауыстыруымыз керек еді, я? Неше мен неше болады? 4 мен 4 кел ал. Өте жақсы. Жазал. 33. Бірдей көбейткіштерінде алуға бола ма 33 деген сан? Яғни қандай алуға болады? Кел, дұрыс. Қандай алуға болады? 33-ті. Неше мен нешені көбейттіңіз? Неше мен неше деп алуға? 3 пен 11 дейді. Жарайсың, бірақ бүгінгі немізге келмейді, сол үшін бүгін жазбаймыз. Келесі. Кел. 55 дейді, я? Бірдей көбейткіштердің түрінде алуға бола ма? Болмайды, яғни неше мен неше деп алуға? Өте жақсы, 5 пен 11 деп алуымызға болады, я? Бір пайын белгілеп алдық. Бірақ жазбаймыз. Келесі. Кел, айтыңа. 8 пен 10 қалды. Біреуін таңдаймыз. Иә, 9. Яғни жазамыз екен, дұрыс. Так, соңғысына кім шығады? Жазып жатырмыз ба қалғандарыңыз? Жазамыз екен. 10 мен 4 дейді, бірақ жазбаймыз. Дұрыс, бір пайын белгілеп алдық. Жарайсыңдар балалар. Яғни бұл жерде берілген сандардың қайсысы бірде екі көбейткіш көбейтіндісі түрінде алдық?
Ережемен жұмыс істейді. Ережемен танысалар. Бірде екі көбейткішін көбейтетінсін, көбейткіштерін квадратына ауыстыруға болады. Яғни 4 пен 4-тің көбейтін 4 квадратына. Ал 4 пен 4-ті көбейткенде бізде не болады? 16. Ал 4-тің квадраты да дәл солай 16-ға кеңейген. Санның квадраты дегеніміз 2 мен 2-нің көбейтуін не дейміз? 2-нің квадраты дәл солай 3 пен 3-тің көбейткіші 3-тің квадраты 5 пен 5-тің 5-тің квадраты 5-ке тең. Осы ережені жаттап жүріңіз оқушылар, жақсы ма? Ал жеке жұмыс дейді. Көбейтіндіні көбейткіштердің квадратына ауыстыр дейді. Тақтан кетіреміз. Дискретор көбейтіндіні көбейткіштердің квадратына ауыстырады. Егер дұрыс тапсақ, бір ұпаймен тағыламыз. Жақсы ма? Кім шығады? Бірінші ұяшық бар. Яғни жаңағы келді. Ұяшық таңдап өтсі, бір ұяшық таңдаймыз өзіміз. Мыналарды шындасамыз, е? Ал, неше мен неше дейді? 8 мен 8-ді квадратқа ауыстырамыз. Жазамыз 8 мен 8-ді көбейтіндісін. Так, келесі. Бір ұяшық таңдаймыз. Жазып аламыз дәл осылай. 3 пен 3. Нешекен? 6 мен 6. 6-нан несі болады? Квадрат. Соңғысы мен ба? Бір ұпайдан белгілеп алып па бала? Жазып аламыз. Толыққа барғанымыз жазып. Оларымызға 3-ші тасыма қараймыз, 3-ші есеп. Бұл жерде сандардың квадратын нешеге тең екенін жаз деді. Яғни жұптық жұмыс оқушылар жұптасамыз қараймыз. Міне мына суретке қараймыз. Мысалы 4 деген сан қандай санның квадраты? 2 деген сан 9, 3 квадраты. Мысалы сол жазып шығамыз жұптас тез. Жұп сандардың квадратын өз суретіне қарай жазасыңдар одан кейін. Тақ сандардың квадратын кейін суретіне қарай жазамыз. Екі. Ал тақ сандар. Бізге айтып жұп сандарды өз суретімен, ал тақ сандарды кең суретімен дейді. Жылдамыздар осындаймыз. Енді бұл жердегі ескеректер оқушылар жұп сандарды квадратын өз суретімен жазғандарымыз үшін 1 ұпай.
Қақ сандардың квадратын кем ретінде жазғандарың үшін 1 ұпай. Ал осы сандардың квадраты мен тапсырмаларды құрастырып жазғандарың үшін 1 ұпай. Жылдам. Яғни осы есепке бізге неше ұпай беріп тұр? 3 ұпай беріп тұр. Жазамыз. Bir есеп құрастырып келіңіздер. Өте тамаша орындаған. 3 ұпай мына жұтқан. Яғни, бір есеп құрастырғансыңдар, мен мынаны көретін, мынау кем өретін есептерін. Өте тамаша. Кем өретін. Өте жақсы. 3 ұпай мына топтада. 3 ұпай белгілеп аламыз. Жарайтындар. 3 ұпай. Өте жақсы балалар. Есеп қайда? 2 ұпай. Есеп орындамақсыңдар сіздер. Жылдамдықтан қалған жетсек. Бұнда сандардың квадратын 1-2 көбейткішті көбейтіндісіне ауыстырып, оларды есептейді. Бірінші есепке кім шығады? Апаймен. Кел, Нұрсая кел. Екінші есепке Ақтілек келеміз. Үшінші есеп. Апаймен. Тоқтан. Болған болсақ, топтық жұмысын оқушылар. Фигуралардың периметр мен ауданын есептейміз. Яғни ескіліктер, фигуралардың периметр мен ауданын есептесек, 2 балл белгілеп аламыз. Жылдамдықта топтасы орында шығамыз. Топтасамыз. Келші. Иә. Себебі шашын қабырғасын жетіп? Шашын қабырғасын 2 сантиметр. Периметрі 8 болды. Аудан неше болады екен? Ауданы 3. Жарайсың. Так, екіншісі. Периметрі? 14. Ал, ауданы? 12. Өте жақсы. Қане? Иә, өте жақсы, тамаша. Тамаша. Оқушылар 2 ұпай белгілеп аламыз. Өте тамаша орындасыңдар. Келесі тапсырма оқушылар шығармашылық жұмыс істейді. Енді қараңыз, бізде берілген Ілияс өрнектің мәнін амалдар бойынша есептеді. Оның қандай өрнектің мәнін тапқанын анықтаймыз. Бірінші 30 пен 5-тің көбейтіндісі оған 36-ға 156-ны қосқан. Қандай өрнек берілген? Оны қалай табамыз? Ал, айтшы. 36 қосу 3 30 көбейтілген. Өте жақсы міне. 36 қосылған 30 пен 5-тің көбейтіндісі тамаша. Яғни сен 1 ұпай белгілеп аламыз. Так, екінші қандай өрнек? Апай. Айта ғой. 129 қосылған 12 Тексереміз. Өте тамаша. 1 ұпай белгілеп аламыз Жанас. Келесі кім айтады? Келесі Нұрсая. 3-тің 6-ның қосындысына 4-ті көбейді, одан 6-ны азайтамыз. Өте тамаша. Яғни 6 пен 3-тің қосындысына 4-ті көбейтіп, шыққан саны 6-ны азайтамыз. Өте тамаша Нұрсая. 1 ұпай белгілеп аламыз. Үй жұмысы оқушылар. 4-ші есеп. Сандардың квадратын 1-2 көбейткішіне ауыстырып, оларды есептейсіңдер. Яғни 6-ның квадратын біз көбейткішпен ауыстырамыз. Яғни неше? 6-ға 6. Яғни 6 мен 6-ның көбейтіндісі. Ал 8-дің квадраты? 8 пен 8. 3-тің квадраты? 3 пен 3 деп аламыз, иә. Бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында дұрыс жауапты таңда әдісі арқылы аяқтаймыз. Так, 2-дің квадраты нешеге тең? 4. Нешеге тең? 4 дейді. Қараңыз. Егер дұрыс болса мына жерде жасыл шам жағады. Егер жауаптары қандай болса қызыл болады. Келесі. Ал қарашы. Неше дейді? 3-тің квадраты 9. 4-тің квадраты? 16. 81 9-ға бөліп зәуір. Неше болады?
9 дейді. Тамаша. Келесі. 18 мен 9-ның бөлінісі. Неше болады екен? 2 болады екен, я? 16 мен 4-ның бөлінісі неше кетеді? 4 кетеді, жарайсың. 8-ның квадраты дейді. 64, өте жақсы. Неше болады? 21 болады, жарайсың. Кел, ал. Так, келесі. 3 мен 3-ның көбейтіндісі дейді. 9. Так, келесі. Абылай. Так, 7 мен 7-ның көбейтіндісі. Жылдам, кет. Иә, өте жақсы. Келесі. Бүгінгі сабақты түсіндік па? Қандай тақырып еді біздің тақырыбымыз? Түсіндік па барлығымыз, иә? Ал неше ұпай болды, айтайықшы мен. Адиля неше ұпай? Асылхан. Ақтілек. Жарайсың, тамаша, Ақтілек. Оңдасын. Айдана. Бегар неше? Көріп қояды оқушылар. Так, сабақта жоқ оқушы. Жарайсыңдар балалар. Ал бүгінгі сабаққа рефлексия, яғни егер барлығын түсінген болсақ, мынаны басамыз, егер сұрағы бар дейтін болсақ, сары түсті басамыз, егер бүгінгі сабақты түсіндім, білдім дейтін болсақ, қызылды басамыз, келеміз. Рефлексия қылдырып, артықта келеші байқау. Біреу басамыз, бір рет басамыз,